Кешірім қуаты. Біз кешіру тақырыбы төңірегінде не айтсақ та әрдайым кешірімге іс жүзінде жеткізетін тәсілдерді қажет етеміз. Бұл тәсілдер теорияны практикаға қолданатын шынайы құралға айналдыруға көмектеседі. Өмірлік ауыртпалықты қалай еңсеріп кешірімді болуға дағдыланамыз. Бұл бір сәтте бола салатын нәрсе емес. Керісінше, тар әлемнен кең әлемге көшуіңе мол септігін тигізетін рухани практика арқылы жүзеге асады. Расында, кешірім әлеміне кіру үшін күшті құлшынысты итермелейтін шынайы ниет қажет. Сол сияқты кешірімді болуға кесімді шешім керек. Сен кешірімді болуға шынайы ниет еткен бойда өзің үйренісіп қалған ескі ойдан өзгеше көзқарастарға сүйеніп, жаңаша ойлана бастайсың. Әуелі өзіңді үнемі біреудің қателігінің құрбаны ретінде сезінуіңе түрткі болатын ескі ой пікірден арыл. Өміріңнің қожайыны өзің екеніңді, өміріңді өзің басқаруға ықтиярлы екеніңді, оған өзің жауапты екеніңді ұғын. Қандай да бір тақырып туралы ұнамсыз әңгіме айта беруді доғар. Өзгелерге керексіз тақырыпты қайталап айта берме. Осы айтылған нұсқаудың кері әсері санаңда орнығып, оны ойлай беруден құтылуға мол септігін тигізеді. Өзің кешіргің келіп жүрген адамдармен арадағы болған жағдайдан немесе басыңнан өткен келеңсіз оқиғадан ғибрат ал. Мұның бәрін параққа түсір де өте бағалы қазынаң деп біл. Егер бұрынғы келеңсіз оқиға қайталанса, қалай әрекет етесің? Өткен оқиғадан жақсылап сабақ алдың ба? Ол қандай тәжірибе сыйлады? Соған қара. Өмірден сабақ алмайынша сынақ көре беруің өмір заңдылығы екенін түсін. Өткен сынақтар қайталанса таң қалма. Өйткені мұнда сен әлі түсінбеген хикметтің бары анық. Егер сенің кеңшілігіңді іздеген адаммен бетпе-бет келіп кешіре алмасаң, оның жақсы қасиеттерін іздеуге тырыс. Бар көңіліңді жақсылықтарына аудар немесе хайырлы дұға тіле. Өйткені дұға жүрегіңде бауырмалдық сезімін оятады. Басында оған дұға тілегеніңде бәлкім жақтырмайтын шығарсың. Алайда бірте-бірте оған жүрегің жібіп, ғафу ете аларсың. Ал егер адамның жақсы жағын көре алмасаң, онда оны мүлдем есіңе алма. Мұндай жағдайда Алла әділетсіздіктен ашынып сөйлеген адамның сөзін айтпағанда, ашық айтылып көңілге қаяу түсіретін сөзді ұнатпайды. Қандай да бір жақсылықты жария істесеңдер де, жасырын істеңдер де немесе өздеріңе істелген жамандықты есесін қайтаруға шамаларың жете тұра кешетін болсаңдар, біліп қойыңдар. Алла өте кешірімді, аса құдіретті деген аяттарды есіңе ал. Ондай адамға шамаң келгенше махаббат пен кешірім қуатын бөлуге тырыс. Көзіңді жұмып, шын жүректен, бауырым, сені кештім деп айтуың жеткілікті. Ал егер онымен араласқың келмесе, онда оған жақсылық есендік атаулының бәрін тілеп, Алладан өміріңде жолықпауын сұра. Кешірім ұғымы санаңа терең орнығып, пайдасын жақсылап ұғынғаныңша осылай істей бер. Адамдар оны білмесе де өзгелер жайлы жайсыз әңгіме айту арада алауыздық тудырады. Адам өзге кісінің оған қарсы ішіне бүккен сезімдерін айтпастан-ақ ұғады. Мәселен, әйел кісілердің бір-бірлерімен бас қосқан жиындарындағы күйеулері, бала-шағалары туралы айтқан жағымсыз әңгімелері арадағы қарым-қатынасқа кері әсерін тигізеді. Өйткені ондай әңгімеден пайда болған сезімдер бойға кіріп, жағымсыз қуат сыйлайды. Мен ұйымдастырған курстардың бірінде әйелдер кісілерді өмірде ұрсып қалған адамдар туралы бір аптадай әңгіме етпеуге шақырдық. Ең қызығы, олардың қарым-қатынастары өте керемет дәрежеде түзілген. Мен де бұл іс тәжірибе арқылы өзімді сынап көрдім. Жұмыс орнымдағы жетекшімнің мінез құлқын жақтырмай, іс-әрекеттерін жиі сынға алған кезімде жұмыста жайсыз жайлар көбейді. Расында, исламның ғайбат айтуға тыйым салуының бір хикметі осы болар. Істеген қателігіңнің көлеміне қарай өзің ренжіткен кісіден кешірім сұрай біл. Бұл тұрғыда ынсапты бол. Шынайы түрде кешірім сұра. 1 рет, 2 рет, 3 рет кешірім сұрай бер, үмітіңді үзбе.
Ал егер ол сенің кешіріміңді қабыл алмаса, деміңді ішіңе терең ал да оған ойлануға уақыт бер. Бұл аралықта оны еш мазалама. Оның саған ашулану себебін түсінуге тырыс. Келесі жолы ашуын тудыратын себептерге жол берме. Оған өзіңнің баяғы тұлға емес екеніңді, шынайы түзелгеніңді көрсет. Бейбітшілікте күн кешуді қаласаң, айналаңа кешірімді болуға күш-жігеріңді жұмса. Алайда өмірде бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Біз пенде болғандықтан қателесеміз. Сондай сәттерде қалай кешірім сұрау керектігін, кешіргенімізді қалай білдіру жайын ескермей жатамыз. Өткен олқылықтың орнын толықтыруға, бір жіберген қателікті екінші рет қайталамауға деген ниетіңмен қатар, сен алдыңғы тақырыптарда айтылған нұсқаулықтарды осы мәселеде де қолдана аласың. Жағдай талап етсе, кешірімді бірнеше рет сұрауды ұмытпа. Ренжіген кісі сенің шынайы өкінгеніңді, өзгергеніңді көрсін. Расында, бәрімізге көркем түрде кешірім сұрауды үйрену керек. Құр өкінішті білдіретін сөздерді айту, кешірім сұрау жеткіліксіз. Кешіріміңнің қабыл алынуына септігін тигізетін тәсілдер бар. Кейде адамдар біздің қателігімізді түсінбей, оны келесі жолы да қайталамауымыздан немесе олардың көңіл күйін сезіне алмауымыздан қорқып, кешірімімізді қабыл алмай жатады. Мұндай жағдайда олардың реніштен туған көңіл күйлерін шынайы ұғынып, сезімдеріне құрметпен қарауымыз керек. Содан кейін олқылығымыздың орнын толтыратын қателігімізді жуып шаятын оң іс жасауымыз керек. Біз олар үшін мүлдем күтпеген қателікке барғанымызды мойындағанымыз жөн. Бұл мәселеге байланысты бәлкім көкейіңде егер мен татуласқым келіп жүрген кісі басқа жаққа көшіп, я мүлде бұл дүниеден өтіп кетсе, қол қусырып отырамын ба деген сауал туған болар. Есіңде болсын, қандай жағдай болмасын, оның шешімі табылады. Ал егер қалаған шешіміңді таба алмасаң, ол кісі үшін дұға тілеп, оған деген пейіл ниетіңді жақсарт. Көңілін көншіту үшін оның атынан қайырымды іс жаса, садақа бер. Ал егер ол өзінің атынан қайырымды іс істегеніңді білмесе, шүбәсіз, Алла сенің шынайы ниетіңді, жүрегіңнің тазалығын білетінін түсін. Бірде пайғамбарымыздың немерелері Хасан мен Хусейн ренжісіп қалған екен. Сонда Хусейн ағасы Хасанға өзінен кешірім сұрауын өтініп, хат жазып жібереді. Бұл хатты оқыған Хасан сәл шамданып інісіне «Сен менен жасың кіші, өзің кешірім сұра» деп қайта жауап береді. Сонда інісі «Асыл ағатайым менің. Пендені кешіргенді Алла тағала кешіреді емес пе? Мен сіздің бірінші болып Алла тағаланың кешіріміне ие болуыңызды, менен бұрын жұмақ иелерінен болуыңызды қалап, бірінші болып кешірім сұрауыңызды өтініп едім», деп іс-әрекетінің хикметін білдірген. Інісінің жазған бұл хатын оқығанда Хасанның жүрегі елжіреп, көзіне жас келіп, інісі Хусейнге барып, «Менің өзімнің нәпсіммен ойлап тұрсам, сен қияметтің бақытын ойлап тұрған екенсің. Кешір мені, інішегім» деп, інісін құшақтап кешірім сұраған екен.